Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналымның дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Адамдар шынайы жүздерін сізден қалаған нәрсесін ала алмаған кезде көрсетеді. Мейірімін төге алмаған адамға ренжіме, өйткені ол өзінде жоқ нәрсені саған бере алмайды. Не қымбат деген сұраққа Қазбек би былай жауап береді. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, бәрінен де ар мен ұят қымбат. Гүлге мөлшерінен артық су құйсаңыз шіриді, кісіге де мөлшерінен тыс құрмет көрсетсеңіз құтырады. Айтпады ма сұрама, шақырмады ма барма, кеш шақырды ма бас тарт, өйткені сен ешқашан ол адамның жоспарында болған емессің. Өз қадіріңді біл. Адамдарға жақсылық жасай беруге мүмкіндік жетпеу мүмкін, бірақ ешкімге зиян келтірмеу бәрінің қолынан келеді. Сөзіңе адал кісі бол, керіле берме кіші бол, сенімді жою ең жаман, наданның ғана ісі ол. Балам, білім ізде және дүние жина. Адамдар екі түрлі, тектілер мен қарапайымдылар. Тектілер білімің үшін қадірлесе, қарапайымдар дәулетің үшін сыйлайды. Балам, ақиқат жолында дәулетіңді жұмсауда жомарт бол. Ал сырыңды жұртқа айтуға сараң бол. Мейірімі мол ананың, жүрегі жылы қолы кең. Кең пейілді атаның, жүзі жылы жолы кең. Аптаның соңы базар, өмірдің соңы мазар. Дәулетті болғаныңды қайтейін, қабіріңді қолмен қазар. Қадірімді білмей жүргенде, қабірімді қазып жыларсың. Барымды сезбей жүргенде, жоғымды ұғып жыларсың. Барымда сыйлай білмесең, жоғымды ертең ұғарсың. Бұл дүние шалқайған кеудемен емес, үйілген мейіріммен әдемі.